Сәлеметсіздер ме, құрметті 7-ші сынып оқушылары. Ақпаратты өлшеу және компьютерлік жад бөлімі. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы файлдардың көлемі. Бірдей мазмұндағы түрлі файлдармен жұмыс істеу барысында файл типтерін жиі салыстыру қажет. Бүгін біз сабақта бірдей ақпарат сақталған әртүрлі форматтағы файлдардың өлшемін салыстыруды үйренеміз. Өткен сабақта біз компьютерлік жадымен танысқан болатынбыз. Компьютерлік жад екі бөлімнен тұрады: сыртқы және ішкі. Файл деп компьютердің сыртқы жадына сақталған ақпараттар жиынтығын айтамыз. Файл атауы және типі арқылы сипатталады. Windows операциялық жүйесінде файлдың атауы 255 символдан аспайды. Файл атауының кеңейтілуі файл атауындағы нүктеден кейін жазылады. Қапшық бұл аты аталған файлдар тобы. Файлдармен орындауға болатын ережелер. Көшіру. Файлды көшіру кезінде сол файлдың көшірме нұсқасы пайда болады. Орын ауыстыру. Файл дискідегі орнын сақтайды, файл жүйесіндегі мекен-жайы өзгереді. Өшіру. Файл қоржынға өткізілгенімен дискіде қалады. Файл жүйесіндегі ол туралы ақпарат өшеді. Атын өзгерту. Файл өз орнында тұрады, файлдың файл жүйесіндегі аты өзгереді. Жасау. Жұмыс жасап отырған программаның көмегімен жаңаша сақтау. Барлық файлдар дербес компьютерде, қатқыл дискте немесе сыртқы жадта сақталады. Есте сақтаңдар, файл компьютердің сыртқы жадына сақталған ақпараттар жиынтығы. Файлдың негізгі параметрларын білу үшін файлды ерекшелеп, тінтуірдің оң жақ батырмасын басу арқылы жанама менюден свойства, яғни қасиетін таңдап, сол жерден параметрін көре аламыз. Файлдың параметрін көру арқылы ол файлдың типін, орналасу жерін, көлемін, дисктегі орнын, қай уақытқа жасалғанын, өзгертілгенін және соңғы ашылған уақытын көре аламыз. Файл типі. Файл типі файл сипаттамасын білдіреді. Яғни барлық файлдар төменгі типтерге бөлінеді. Осы файлдың типтеріне сәйкес кеңейтулері жанында жазылады. Осы кеңейтулерге сәйкес ол файл қандай типке жататынын біле аламыз. Яғни балалар, барлық файлдар компьютердің сыртқы жадында сақталады. Қатты дискте не тасымалдауыш жадта. Балалар, зерттеу жұмысын орындап көрейік. Зерттеу жұмысы. Екі мәтіндік файлдың арасындағы айырмашылықты білу үшін шағын зерттеу жүргізейік. Ол үшін таңдалған файлға тінтуірдің оң жақ батырмасын басып, жанама менюден қасиет, свойства командасын пайдаланамыз. Бұл біздің сол жақта тұрған құжаттың қасиеті. Енді оң жақта тұрған құжаттың қасиетін ашайық. Екі құжаттың қасиетін салыстырсақ, бірінші құжатта ақпараттық көлем 16,8 килобайтты құрайды. Екінші құжатта ақпараттық көлем 37,5 килобайтты құрайды. Екі файлдың арасындағы айырма 20,7 килобайт. Салыстыру бойынша бірдей ақпараттардың қандай форматта жазылғанына байланысты дискіде оның қанша орын алатындығын білуге болады. Яғни біз мына құжаттарды, файлдарды тасымалдау үшін сыртқы жад арқылы, не интернет желісі арқылы жіберу үшін біз ақпараттық көлемі аз файлды қолданғанымыз тиімді. Ал енді балалар, бақылау сұрақтарына жауап берейік. Компьютерде жасаған немесе өңдеген ақпараттарыңды қалай сақтап ашасыңдар? Файл атауы қандай бөліктерден тұрады? Файл ұғымы қандай мағына береді?
Келесі тапсырмада файлдардың әртүрлі форматта берілуін топтастырыңдар. Кестелік, дыбыстық, мәтіндік, бейнелік. Сабағымызды қорытындылай келе балалар, сендер файл ұғымымен тереңірек танысып, бірдей ақпарат сақталған әртүрлі пішімдегі файлдардың көлемін салыстыруды үйрендіңдер. Сау болыңдар балалар.